Ассалаумағалейкум. Өткен жолғы тақырыпты ары қарай жалғастырайық. Видеоблог түсіру туралы. Видеоблог түсіру үшін кім қай істі жақсы меңгерді, қай істің маманы, қай істің шебері, сол туралы түсіру керек. Мысалы, сіз үй саласыз. Үй салуда жақсы тәжірибеңіз бар, талай нәрсені біліп алдыңыз. Үйді қалай соғу керектігі туралы жақсы түсіндіре аласыз. Сондықтан бұл бағытта видео түсірсеңіз болады. Мысалы, үйдің іргетасын қалай қалау керек, үйді салғанда қандай материалдарды қолдануға болады, қандай материалдарды қолданбаған дұрыс, оған қанша ақша кетеді деген сияқты сондай кеңестеріңізді айтсаңыздар, талай қазақтарға бұл пайдасын тигізеді. Өйткені қазақта жас отбасыларында сондай жер үй салып жатқан адамдар көп. Оларға осындай кеңестер қажет. Қазақ тілінде ондай видеоблог түсіріп жүрген адамдарды мен әлі көрген жоқпын. Ал орыс тілінде ондай видеолар өте көп. Тіпті кейбір ерлі зайыптылар бар, екеуі бірге қосылып, күйеуі әйелі бірге қосылып үй салып, соны видеоға түсіріп жүргендер де бар. Немесе мынандай бағыт. Сіз ремонт жасайсыз, үй жөндейсіз, осыған қатысты да видео түсірсеңіз болады. Бұл да өте пайдалы. Ремонт жасап жүрген адамдар көп, соларға пайдалы кеңес берсеңіздер, сондай пайдалы іс атқару арқылы қазақ тілді ортаны дамыта аласыздар. Қазақ тілінде де мұндай видео түсіріп жүрген адамдар мен көрген жоқпын. Осыдан бірнеше жыл бұрын сондай бірнеше видеоны көрдім, бірақ оны түсірген асыл арна деген мүлдем басқа тақырыпта жұмыс істейтін діни арна. Бірақ олар осындай үйде ремонтты қалай жасау керектігі туралы видео түсіріп жүрді. Бұл дұрыс емес. Ондай тақырыпты нақты сол бағытта жұмыс істейтін адамдар түсіру керек. Орыс тілінде де мұндай видеолар өте көп. Кейде өзім сондай бағыттағы видеоларды қараймын, өйткені үйде бірдеңе жөндеу керек болған кезде пайдасы тиіп жатады. Мысалы, унитаз бітеліп қалса не істеу керек, немесе ваннаның астынан су ағып жатыр, қалай ауыстыру керек, кранды қалай жөндеу керек деген сияқты. Немесе мысалы сіз техника жөндейсіз, тоңазытқышты қалай жөндеу керек, кір жуғыш машинаны қалай жөндеу керек деген сияқты сондай пайдалы видеолар түсірсеңіздер, бір жағынан оның қаралымы да көп болады, екінші жағынан талай адамға пайдасы тиеді, үшіншіден қазақ тілді орта қалыптастыруға ол үлкен үлесін қосады. Орыс тілінде мұндай видеолар өте көп. Мен өзім анда-санда қарап тұрамын, өйткені үйде сондай мәселелерді шешу керек кезінде сондай ақпарат қажет болып қалады. Бірақ қазақ тілінде ондай видео түсіріп жүрген адамды мен әлі көрген жоқпын. Тағы бір бағыт техникалық шолу. Мысалы, соның ішінде автошолу, автошолуға қатысты бізде бір арна бар, Колеса.kz деген. Осыдан бірнеше жыл бұрын ашылды. Сол кезде ашылған кезде мен оған бірден жазылып қойдым. Өзім машинаға қызықпасам да, маған машина тақырыбы мүлдем қызық емес. Бірақ әдейі қазақ тілді арнаны дамыту үшін сол арнаға әдейі жазылдым. Кейін бірнеше видеосын қарадым, маған ұнады. Жақсы жоғары деңгейде жасалған. Және маған ең ұнаған нәрсе, сол арнаны ұйымдастырған жас қазақ жігіттері, мысалы Олжас Оқас деген журналист. Бұлар қазақ тілінде автомобильге қатысты терминдерді шығарып жүрген, қазақша терминдер жасап жүрген адамдар. Мысалы, машинаның жабдықтарына қатысты мен алдында бір видео түсірген, қазақ тілі ең кедей тіл деген. Сонда мен айттым, машинаның жабдықтарының қазақша атаулары жоқ деп. Бірақ бұл жігіттер қазақша машина жабдықтарының атауларын өздері ойдан шығарып, сондай терминологияны құрастырып жүрген адамдар. Бұл үлкен іс. Осындай адамдар бар кезде қазақ тілі де дамиды. Әр салада осындай мамандар болу керек. Қазақша терминдер шығарып жүрген. Осындай мамандар болса, қазақ тілі дами бастайды. Бұдан басқа техникаға шолу жасайтын арналар керек. Жақында осындай Қазтех шолу деген бір арна ашылды. Негізінен смартфондарға шолу жасайды. Осындай арнаның ашылуы мен бірнеше жыл күттім. Қашан кім осындай арна жасайды екен, осындай видеолар түсіре бастайды екен деп. Өйткені басқа тілдерде ондай арналар өте көп. Әсіресе орыс тілінде. Және бір қызығы, олардың көбі Украинада. Қазақстанда да ондай арналар бар. Технодом, Сулпак, Sony, Алсер деген дүкендердің сондай арналар бар, ресми YouTube арналар. Бірақ оның бәрі орыс тілінде. Ең өкінішті нәрсе сол да, олардың ресурстары бар да, дүкендері бар, техникасы бар, видео түсіретін ақшалары, техникалық мүмкіндері, мамандары бәрі бар, бірақ қазақша емес, орысша түсіреді. Бұл бағытты қазақ тілінде дамыту керек. Орыс тілінде ондай арналар өте көп. Ағылшын тілінде, испан тілінде және ең көбі Шығыс Азия елдерінде, Бангладеш, Пакистан, Үндістан деген сияқты елдерде мұндай YouTube арналар өте көп. Кейде болады, мысалы, бір техникаға қатысты адамдардың пікірін, сондай мамандардың пікірін білгің келсе, ағылшынша жазасың, ағылшынша видеолар шығады, ашып қарасаң, бара деп сондай бір үнді ме, Бангладеш па сондай бір тілде айтып жатады да, сол кезде өкінесің да, неге қазақша ондай видеолар ешкім түсірмейді деп. Ағылшын тілінде де ондай видео арналар бар, көп емес, бірақ оның бәрі өте жоғары деңгейде түсіріледі. Арнайы дайындалған сондай техникалық мамандар, ақшалар бар, арнайы жабдықтар қолданып, кез келген бір телевизор болсын, монитор болсын, соны арнайы тесттен өткізіп, сондай жабдықтармен тексеріп, оның
жарықтығы қандай, контрасты қандай, оның матрицасы қандай, соны жақсылап егжей-тегжейлі зерттеп, соған кәдімгідей эксперттік сараптама жасап, сондай видеолар түсіреді, немесе арнайы сондай сайттар ашып, соған бәрін егжей-тегжейлі жазады. Мен бір техника алардың алдында сондай пікірлерді оқып, бұлар маған жақсы пайдасын тигізеді. Мысалы, мен бірнеше жыл бұрын камера сатып алардың алдында бұл тақырыпты жақсы зерттедім. Бірнеше ай бойы бұл тақырыпты зерттеп, өзіме жақсы камера сатып алдым. Ноутбук алардың алдында да тура солай. Бірнеше ай бойы сол тақырыпты зерттеп, ноутбук таңдадым. Wi-Fi роутер алардың алдында да бұл тақырыпты зерттеп, өзіме жақсы Wi-Fi роутер сатып алдым. Бірақ қазақ тілінде ондай тақырыпта ешкім видео түсірмейді. Бұл үлкен кемшілік. Бізге бұл бағытты дамыту керек. Бұл өте маңызды бағыт. Өйткені техниканы алған кезде осындай ақыл кеңестер керек болып жатады. Техника қымбат нәрсе ғой. Біз оны ұзақ уақыт пайдаланғымыз келеді. Оны жақсы өзіміздің көңілімізден шығатын ыңғайлы техника алғымыз келеді. Сондықтан осындай бұл тақырыпты жақсы зерттеген, бұл істің мамандарынан сондай пікір тыңдау өте маңызды. Сондықтан да бізге бұл бағытты жақсылап дамыту керек. Осындай бағытта ондаған, жүздеген YouTube арналар ашып, интернет сайттар ашып, бұл бағытты дамытпасақ, оны ешкім істемейді. Қарапайым халық, біз өзіміз бұны қолға алуымыз керек. Әрине біздің техникалық мүмкіндіктеріміз шектеулі, бірақ энтузиастар бар ғой халықтың арасында. Мысалы, орыс тілінде ресурстары жоқ қарапайым блогерлер бұндай бағытта көп видеолар түсіріп жатыр. Бізге де соның бәрін істеуге болады ғой. Неге біз бұны дамытпаймыз? Неге бұл бағытта жұмыс істемейміз? Бәріңізді осыған шақырамын. Кім техникаға қызығады, кім қандай бағытта, қандай мамандықта жақсы пайдалы кеңес бере алады, сондай бағытта жұмыс істеп, сондай видеолар түсіріп, қазақ тілін дамытуымыз керек. Бұл істі біз істемесек, басқа ешкім істемейді.